Ал кеш жарық аралаш жекпе-жек жауынгерлері бүгін соңғы 4-ші күн осы 1-ші мамырдан бастап 4-не дейін осы Алматы қаласында Қазақстан Қазақстан чемпионаты өтіп жатыр. Жастардың ересектердің арасында. 1-ші күннен бастағанда Алматы ММА панкратион өтті. Бүгін гамма версиясы ММА-дің бұл іріктеу жарыстары әлем Азия чемпионаттарына. Гамманың балдар өздерін көріп отырсыздар, қандай қазір мына шум болып жатыр. Мына жерде қазір гаммадан финал. Мұнда да жастар жаңа өтіп кетті, қазір ересектер өтіп жатыр. Енді айта кету керек, бұл жарыс осы алдағы уақытта шілденің 18-інде Бразилияда Сан-Паулуда өтетін әлем чемпионатына іріктеу. Енді шілдеде бізде 3 жарыс бар. Әлем кубогы Өзбекстанда, әлем чемпионаты Бразилия Сан-Паулу и Азия чемпионаты Бахрейнде. Вот соған іріктеу жарысы мыңдаған бала. Қазақстан 19 қала облыстардан келді. Көріп отырсыздар ғой, қандай әдемі жекпе-жектер болып жатыр. Енді вот со айтайын дегенім менің келіп бүгін әдемі қызықты финалдар болып жатыр, өздерің көріп жатсыңдар. Енді алла бұйырса алда әлем чемпионаты.